Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге лайк тастас жобасы. Бүгін мен сіздерге сабақ барысында цифрлық құралыңыз дайын болмай қалған кезде сізге көмекке келетін цифрлы платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаның атауы Classroom Screen деп аталады. Міндетті түрде Google жолағына Classroom Screen деп жазасыздар. Содан соң сіздерде осы сайтқа өтетін сілтеме пайда болады. Осылай сайтқа өтесіздер. Содан соң жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін, мысалға орыс тіліне тілді алмастырып алсаңыздар болады. Әрі қарай тіркелмей жұмыс жасауға да болады. Ол үшін мінекей тегін жұмыс жасау деген батырманы басамыз. Сол кезде сіздерде автоматты түрде міне Classroom Screen платформасының осындай онлайн тақтасы пайда болады. Енді бұл онлайн тақтаның артықшылығы, сіздерде мысалға асығыс болып сабақ барысында цифрлық құралыңыз дайын болмай қалған кезде әртүрлі жағдайларда пайдалануға сіздерге жедел көмекке келеді. Осылай жазып кіресіздер, содан соң өзіңізге қажетті мына жерден формаларды таңдай бересіздер. Фон өзгертуге болады мінекей. Мысалға өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес фон қойып қойсаңыз болады. Мына жерде тест қарастыруға болады. Мысалға бүгінгі тақырып бойынша кез келген бір 2 сұрақтан тұратын болсын, 3 сұрақтан тұратын болсын, кез келген тестті осы жерге, мысалға мына жерге сұрағыңызды жазасыз, мына жерге жауаптарды жазып шығасыз. Яғни оқушылар былай кеп белгілеп жауап беріп кететін болады тақтадан. Өте керемет мүмкіндіктері бар. Одан кейін бұл жерге мысалға кері байланыс жасасаңыздар болады оқушыларға. Мына жерге бүгінгі тақырып бойынша мысалға аудио, бейне жазбалар қоюға болады, суреттер қоюға болады. Мысалға бүгінгі күннің тақырыбын, мақсатын жазып қойсаңыздар болады. Текст деген батырманы басу арқылы. Ең бастысы мінекей мына жерде керек еместерін былай өшіріп отырсаңыздар болады. Енді бұл жерде бізге керегі осы текстте, мысалға текст дегенді басып, мына жерге мысалға күннің ретін жерге мысалға оқу мақсаты, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қандай, соны жазып қойсаңыздар болады. Осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Содан соң мінекей қазіргі таңда барлық ұстаздар қолданып жатқан светофор әдісі де бар бұның ішінде. Мысалға сізде неше оқушы, сонша светофорды осылай тақтаға қойып аласыздар. Содан соң оқушылар келіп, мысалы бүгін көңіл күйіңді белгіле, болмаса кері байланысқа, сергітуге, әртүрлі формада қолдана беруге болады. Енді керек емес жұмыстарды осылай кәдімгі белгілеп алып, delete кнопкасы арқылы өшіріп отырсаңыз болады. Яғни сіздер қарапайым тақтаны да пайдаланып болғаннан кейін өшіресіздер ғой. Сол сияқты бұның артықшылығы тек онлайн тақта. Мына жерде таймер деген бар. Мысалға оқушыларға жұмыс берген кезде уақыт қойып қоюға болады. Сағатты қойып қойсаңыз болады тақтаға, мысалға оқушыларға жұмыс беріп 10 минут уақыттарыңыз бар деп. Оқушыларды оқу уақытпен жұмыс жасауға дағдыландыру да қазіргі таңда ең басты жаңағы мәселелер болып жатыр ғой. Сондықтан өте керемет платформа. Бастысы ешқандай тіркелуді қажет етпейді. Сіздерге жедел көмекке келетін өте керемет платформа деп осыны ұсына аламын. Тесттері де өте керемет. Мына жерде еще тесттің сіз шаблонын таңдасаңыз болады. Мысалға ақиқат немесе жалған әдісін жасасаңыз болады. Оқушылар кеп тақтадан кеп белгілеп кете береді. Керек емес уже пайдаланып болған нәрселеріңізді сіз өшіріп отырасыз. Өте керемет платформа, пайдаланып көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар.